Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басымды иіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Өмір біз сұрамай-ақ берілген сыйлық болғандықтан ба екен, көп жағдайда қадірін біле бермейміз. Бірақ әлемде адам өмірінен бағалы ештеңе жоқ. Қанша қиналсақ та, мыңдаған сынақтармен бетпе-бет келсек те, өмір атты сыйлықтың құны соған тұрады. Өзіңізді, осы өміріңізді, өмірде алла кездестірген жақындарыңызды бағалай біліңіз. Әр күніңізді күлкімен қарсы алыңыз. Себебі қиындықтың бәрі уақытша, өмірдің өзі де уақытша. Өмір дүние дегенің ағып жатқан су екен, жақсы жаман көргенің ойлай берсең у екен. Бұл өлім қайда жоқ, жарқыраған айда жоқ, күркіреген күнде жоқ, өтері өтіп кеткен соң 1000 теңгелік қайғыдан 1 теңгелік пайда жоқ. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Ағайының көп болса, бірлігі оның бек болса, жамандық жер кез келсе, бір-біріне сеп болса, бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең, айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт дүрмен тең, имансыз көңіл кірмен тең, ақылы жоқ надандар, іс бітірмес жамандар, 100 болса да бірмен тең. Жақсыға айтқан сөзің ем болады, ақылы надандардың кем болады. Жамандарға насихат айтқан сөзің жаңғырыққан шорменен тең болады. Бақаның бағын бергенше, сұңқардың сорын берсін. Бақа қанша бақытты болса да, шалшық көлден шықпайды. Сұңқар қанша сорлы болса да, биікте көкте самғайды. Бірде олай ауытқып, бірде былай, бір байламға келе алмай жүргенім-ай. Таулаймақтың ауасы секілденген, аумалыда төкпелі күндерім-ай. Өз-өзінен өзегім өртенгенде, өз-өзімнен түңіліп жеркенгенде, сары ауру сарғайтқан науқастайын үміт күтем бүгіннен, ертеңнен де. Нені күтем, не керек осы маған, аяқ қолым жанарым басым аман, шаруаның баласы емес педім, күшіменен тамағын асыраған. Өмір деген осынау майданда бұл, қолдасы да қорқақта сайраңда жүр. Өмір менен өлімнің ортасында, кетер мекем келе алмай байламға бір. Аяғың жерде із қалдыратын болса, тілің де жүректе сондай із тастайды. Ешкімді жарақаттамай, ғайбат, қиянатсыз өмір сүрген адам қандай бақытты. Ақыл айтар мезгілде 1000 жасаған шалдай бол, мейірім түсер мезгілде ағарып атқан таңдай бол. Дос табу оңай, сақтауы қиын, жауласу оңай, тоқтауы қиын. Ақмақ ақыр заман болса да, мәз боп жүреді.